Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видеода біз WordWall платформасы арқылы интерактивті тапсырма дайындауды үйренетін боламыз. Алдымен Google іздеу жолағына WordWall деп жазамыз. Шыққан нәтижеден бірінші сайтты ашамыз. Сайтқа кіргеннен кейін Google аккаунт арқылы тіркелеміз. Тіркеліп болған соң создать немесе жаңа тапсырма жасау батырмасын басамыз. Осы жерде тапсырманың көптеген түрлері ұсынылады. Мысалы, анаграмма, флеш-карта, викторина, откройте поле. Біз осы тапсырма түрлерінің ішінен откройте поле тапсырмасын таңдадық. Келесі қадамда ашылған терезеге өзіміздің сұрақтарымызды жазып енгіздік. Яғни, әр ұяшықтың ішіне сабақ тақырыбына байланысты сұрақтар орналастырдық. Барлық сұрақтарды енгізіп болған соң выполнена батырмасын басамыз. Осылайша біздің интерактивті ойынымыз дайын болады. Оқушылар экрандағы қалаған санын таңдап, сол санның артындағы сұраққа жауап береді. Бұл әдіс сабақты қызықты өткізуге және оқушылардың белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді. Осымен WordWall платформасында интерактивті тапсырма дайындауды аяқтадық. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.